Біз Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының Құмыс ауылына қарасты Балдәурен бөбекжай бақшасындамыз. Бүгін біз әжем, анам және мен атты байқауға қатысушы осы балабақшамыздың бүлдіршіні Бекбол Нұрайдың отбасымен танысамыз. жақсы болсаң сәулемсің, жаман болсаң әуремсің. Сәулем, сәулем, сәулемсің, қасымда дәуремсің. Әжеже, сіз не істеп жатсыз? Мен қазақтың ұлттық өнері киіз басып жатырмын. Киіз басу қойдың жүнін қыркүйек айында қырқып, оны тазалап, сабап, намен құсап киіз басамыз қазір Нұрай. Міне мына шыптаға салып, шабақтап, суды құйып, киіз басып жатыр әжем. Қазір осыған мен ою салам. Сен қарап тыңдап отыр. Міне, киіз басып жатырмын. Қызым қарап отыр маған. Балда қою. Жан-жағына төрт бұрышына балдағын салам. Нұрай, жан-жағына мынандай қызылын салам. Нұрай қарап отыр маған. Мен үйреніп ал. Қазақтың ұлттық оюы. Міне қызым, оюды салып болдық текеметтімізге. Енді осыны ыссы су құйып басамын. Қазір міне ыссы суды құйып басамын. Енді салып болғасын мен шыптамен бірге киізді басамын. Қазақтың ұлттық өнері киіз басу деген осы, қызым. Ескі кел қызым, сен де маған кеп көмектес. Ой, екеулеп басайық киізді. Енді қызым мына шыптаның арасын ашып, киіздің оюын қараймыз екеуміз. Міне текеметті басып шығардық. Міне екеуміз текемет бастық. Қызымыз екеуміз. Міне қазақтың ұлттық өнері текемет. Қызым міне енді мынаны біріне бірін қапсырып, осылай тігеміз. Екеуі. Сосын оны далаға жайып кептіреміз. Сосын ол текемет болады. Әже, киіз басу деген осылай деу. Иә, қызым, киіз басу осындай. Не киізді басып, бүгін Нұрай қызымыз екеуміз болдық. Текемет. Анашым, сіз не істеп жатсыз? Қызым, мен құрап жатырмын. Қазақ халқы ерте заманнан ысырапшылдыққа жол бермеген. Қиын қыстау замандарда
мата тапшы болғандықтан киімнен әртүрлі тігілген бұйымдардан қалған маталарды жерге тастамай, мінекей ұсақ болса да осындай етіп бұйым тігуге, кәдеге жаратқан. Мінекей қызым, барлық қиындыларды жерге тастамай, осындай балаларға арналған әртүрлі ойыншықтар, жұмсақ доптар жасаған. Сонымен қатар қазақ халқы оюларды да барлық бұйымдарына пайдаланған. Мінекей, мынандай көрпелерге, сонымен қатар міне сенің көйлегіңе де әдемілік үшін, әсемдік үшін мынандай оюлар жабыстырған. Әр оюды кез келген дүниеге сала бермеген, оның әр қайсының өзіндік маңызы, мағынасы бар. Яғни, ер адамдардың шалбарларына салатын өзіндік оюлар бар, бас киімдерге арналған өзіндік оюлар бар. Шалбарға арналған оюды киімге, бас киімге салуға болмайды. Себебі дұшпаным аяғымнан жоғарыға шықпасын деген ниетпен әр оюдың өзіндік астарлы мағынасы болған қызым. Соның барлығын жете түсініп, орынды қолдана білу керек. Міне қызым, мына көрпеде тігілген құрақтар адам бойындағы қаншама еңбекті, қаншама қасиетті талап етеді. Яғни мына барлық ұсақ құрақтарды тігу үлкен төзімділікті, сабырлылықты, алтын уақытты талап етеді. Сонымен қатар бұның да мән мағынасы зор. Құрақ деп аты айтып тұрғандай, құралсын деген мағынада. Сонымен қатар көз тимес үшін сырттан адам кіргенде көзі осы көздің жауын алатындай құрақтарға түссін деген мағынада тігетін болған. Мінекей бесікте көрсетілгендей, бұған да көз тимес үшін балаға құрақ, сонымен қатар жан-жануарлар бейнеленген оюларды салған. Яғни бұл баланың, бұл жігіттің өскенде төрттілігі сай болсын деген ниетпен әрбір құрақтың оюдың өзіндік ыстық ықыласы, ізгі ниеті, тілегі болған. Анасы, менде осылай жасағым келеді. Жарайды қызым. Әжесі, ендеше қызымыздың болашақта осындай әсемдікке, сабырлыққа, төзімділікке құмар болып өсу үшін өз батаңызды беріңіз. Қызым, қолыңды жая қой. Талдай бой берсін, сұңғыла ой берсін, жаздай жамал берсін, қардай жанар берсін, анаға шуақ болсын, ағаға қуат болсын, нәзік жаның болсын, еліңнің ары болсын, басына өнердің бағы қойсын, Ақорданың шамы болсын. Қазір сіз бен біз болып байқауға қатысушы Бекбол Нұрайдың отбасының өнеріне куә болдық. Ендеше қатысушыларға сәттілік тілейміз.